Саламатсыңдар ма балалар? Саламатсыз балалар. Мен сендерге ертегі айтып беремін. Тыңдаймыз ғой, иә? Мақтағыз бен мысық туралы. Мақтағыз мысықпен дос болады. Бір күні мақтағыз үйді жинап жүріп, мейіз тауып алады. Мейізді мысықпен бөлісіп жемекші болып, мысықты шақырады. Мысығым, мысығым, келші дейді. Мысық келмей қояды. Содан мақтағыз өзі мейізді жеп қояды. Сәлден кейін мысық келеді. Мақтағыз, сен мені не үшін шақырдың дейді. Мақтағыз айтады, сені шақырып ем, келмей қойдың. Мейізді бөлісіп жейік деп едім. Мен өзім жеп қойдым дейді. Содан мысық мақтағыздың сүтін төгіп қояды. Мақтағыз мысықтың құйрығын ашуланып кесіп алады, е? Содан менің сүтімді тауып бер, сүт әкеп бер дейді мысыққа. Мысық сиырға барады. Сиыр, сен маған сүт берші дейді. Сиыр айтады, сен маған жапырақ әкеп бер дейді. Мысық ағашқа барады. Ағаш жапырақ берші дейді. Ағаш айтады, мысық, сен маған су әкеп бер дейді. Содан мысық келе жатып, жолда су әкелатқан қыздарды көреді. Қыздар, маған су берші дейді. Қыздар айтады, сен бізге сағыз әкеп бер дейді. Мысық дүкеншіге барады. Дүкенші, сіз маған сағыз беріңізші дейді. Содан дүкенші айтады, сен маған жұмыртқа әкеп бер дейді. Мысық тауыққа барады. Тауық, жұмыртқа берші дейді. Сонда мысық айтады, тауық, сен бізге дән әкеп бер дейді. Содан мысық жолда келе жатып тышқанды көреді. Тышқанды мысық ұстап алады. Үйіңде не бар? Маған бер, әйтпесе жеп қоямын дейді. Содан тышқан айтады, менде дән бар дейді. Содан дән береді тышқан мысыққа. Мысық дәнді тауыққа әкеп береді. Тауық жұмыртқа береді. Тауыққа рахметін алып жұмыртқаны дүкеншіге барады. Дүкенші сағыз береді. Үш қызға береді. Біледі екен балалар. Сағызды қыздарға апарып береді. Қыздар су береді. Суды ағашқа береді. Ағаш жапырағын береді. Жапырақты сиырға береді. Сиыр сүт береді. Сүтті мақтағызға апарып береді. Мақтағыз мысықтың құйрығын жалғап береді. Содан екеуі қайтадан дос болып өмір сүре береді екен, иә?